қазамыздың ұлттық ойыны қазан асық ойынын ойнайтын боламыз. Сендерге мақсаты мен шартын түсіндіре кетейін. Шарты балалар, біз екі асықты қазандығымызға тез-тез жылдам салуымыз керек. Ал бұның мақсаты балалар, бізді ептілікке, шапшаңдыққа, жылдамдыққа, түстерді ажыратуға және мергендікке үйретеді. Балалар, олай болса, кәне, оң қолымызға ұстап, қазандығымызға тез-тез асықтарымызды салатын боламыз. Кәне, 1, 2, 3. Жарайсыңдар балалар, өте тамаша. Ал бізде жеңілген балаларға мен сұрақ қоятын боламын. Арман, саған сұрақ. Біздің ұлттық ойындарымызды атап берші. Көкпар, бәйге, асық. Жарайсың, өте тамаша. Диас, сен айтып берші біздің ұлттық тағамдарымызды. Асық, бешбармақ, қасық. Жарайсыңдар, өте тамаша. Ал балалар, біз тағы да ойынымызды жалғастыратын боламыз. Тағы кім ұтылса, мен сұрақ қоятын болам. Ал кеттік, 1, 2, 3. Бір-бірден саламыз қазандығымыздың асықтарын. Сондықтан балалар, біздің ата-бабамыздың асыл мұрасын ұмытпай, ұлттық ойындарымызды жалғастырайық.